Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз талапкерлерге арналған тест сұрақтарының екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Заттың атын білдіретін сөзді табыңыз дейді. Бұл жерде заттың атын білдіретін сөз бізде қызметкер. Заттың атын білдіреді. Зат есімнің жалқы есім түрін табыңыз. Әке шеше, аспан әлемі, еңбекші халық, қарағанды, ата-ана. Қарағанды. Жалқы есім. Зат есімнің жалпы есім түрін табыңыз дейді. Зат есімнің жалпы есім түрі бізде ердің соншысы елі. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөз бізде кейуана. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз. Хайуанат. Келесі сұрақ, дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз. Тағы да бұл жердегі дәстүрге сай жазылып тұрған сөз бізде миуа ағашы. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз. Серкул, Сәнқой, Қали Акбар, Хиуа, Әсемпаз. Дұрыс жауап бізде Хиуа болады. Дәстүрлі принципке сай жазылып тұрған сөзді көрсетіңіз. Тағы да. Бұл жерде бізде кеше адам деген сөз болады. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз. Жаяу, 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 жаяу. Дұрыс жауап бізде жаяу. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөз көрсетіңіз. Раза, ырза, риза, ырза, ырза. Бізде риза деген дұрыс. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөз көрсетіңіз. Қиын, 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 қиын. Ю әрпінің емлесіне байланысты дұрысын табыңыз. Тою. Дұрыс жазылғаны. Дұрыс жазылған сөз табыңыз. Жиһаз деген сөз бізде дұрыс жазылған. На әрпінің дұрыс жазылуын табыңыз дейді. На әрпінің дұрыс жазылуы сенбе. Сенбе болмайды, сенбе болмайды, сенбе болмайды, сенбе болмайды. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Сияды. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Аяймын. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөз табыңыз. Бізде тағы да ірің деген сөз дұрыс жазылған. Орфография бойынша дұрыс жазылған табыңыз. Сыйлық, 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 сылық. Дұрыс жауап бізде сыйлық, сыйлық. 35-ші орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Сияқты. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Аяйын. Яғни бұл жерде аяйын деген сөз орфография бойынша дұрыс жазылып тұр. Қабысуды көрсетіңіз дейді. Бізде қабысу
Енжар оқушы. Жалаң сөйлем тауыңыз. Бұлар жүріп кетті. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының оқырмандары, осымен бізде екінші нұсқада талданды. Келесі бізде үшінші нұсқа шығады. YouTube арнамызға жазылып, келесі сабақты жіберіп алмаңыздар.